Қайырлы күн достар, бүгін біз дәл осындай өте жұмсақ ауызда еритін панкейкті пирожнилар жасаймыз. Алдымен видеоны көрмес бұрын маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен табамызға 2 жұмыртқамызды салып, және де қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді біз ұнымызға қопсытқышымызды және де 3 қасықтай какао ұнтағын салып, жақсылап араластырып аламыз. Түсі осындай цемент тәріздес болады. Енді біз табамызға сүтімізді және де ұнымызды сала отырып, бір келкі болғанша араластырамыз, және де үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да сұйық майымыз бірігіп кеткенше жақсылап араластырып аламыз. Бізде мінекей осындай сұйықтықта шығады. Енді біз осыны қызып тұрған табамызда пісіреміз. Панкейктерінің 2 жағында жақсылап пісіріп алдым. Мінекей бізде осындай болып шықты. Енді ортасына қосатын кремімізді дайындаймыз. Ол үшін творожный сыр және де қантымызды үстіне салып жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстіне сливкемізді құйып, креміміз қоюланғанша араластырамыз. Мінекей бізде осындай болып шықты. Енді біз осыны панкейктеріміздің ортасына жағамыз. Менде насадка болмағандықтан қасықпен жақтым. Кремімізді ортасына жағып болғаннан кейін осылай тегістеп шығамыз. Және де кремдерімізді осылай үстіне бір жанына қойып шықтым. Бұл маңызды емес. Жай безендіру үшін осылай жағып шықтым. Одан кейін мен безендіруге клубника жемісін алдым. Мінекей біздің панкейкті пирожниларымыз дайын болды. Енді біз бұны холодильникке 1 сағаттай қойып алсақ, дәмі өте керемет болып шығады. Кремдері бір-біріне сіңіп, күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!